тұлғамыз сазгер, композитор Шамшы Қалдаяқовтың биыл туғанына 95 жыл. Ол атасы Доржегенді бастаған дейін, ал шешен кісі болған. Бұл күндері түсіп жатып, өзінің ұлы ақылармен бірге көлі жүргенді жастағы Шамшы Ақтөбе 8 ай еңбек етті. Консерваторияға түскісі келетін кезінде абайдан Айша жүрегі. Осылайша Жоман апай осылар шарапат дегендей оны үлкен өнер жолына алып кетеді. Бұл 1926 жылдың наурыз айында болған оқиға. Сезімге махаббатқа толы. Махаббат деген бұл жігіт пен қыздың арасындағы махаббат емес. Кейбірге дәстүрге қосылып тұрған қабылыз деп түсінемін. Махаббат деген отанды, елді, жерді, отбасын сүю. Және осы Шамшы әндерінің кімнің шешесі Өзбек Әлжанбеков сол үшін айтады екен. Бақытты сезінемін. Ол кісіге замандас болудың өзі үлкен бақыт. Қазақ пайсы деген тек қосылды. Қандай кісінің сөзі менсінбеуді білмейтін.